Қайырлы күн қазақ елі. Бүгінгі мынау жиналып отырған себебіміз қазіргі мынау қаңтар оқиғасынан кейінгі жасалып жатқан, болып жатқан заңсыздықтар, тергеу амалдарында болған заңсыздықтар, жабылып жатқан жалалар, тергеушілердің мәжбүр біреулерді басқа екінші адамға жала жабуға, соның куәгерлік етуіне жасалынған көп фактылардың шығуына байланысты, соның ішіндегі мына Қалас Нұрпейісов бауырымыз, осында Қалас Нұрпейісовтің қорғаушысы бар, келіп отырған жолдасы бар, қоғам қайраткерлері бар, заңгерлеріміз бар. Қоятын сұрақтарымыз болса қойып отырыңыздар, жаңа айтылғандай комментарияға жазып отырыңыздар, оларға да жауап беретін боламыз. Ал қазіргі негізгі мәселенің барлығын еститін боласыздар, бар фактілерді көрсетеміз. Заңсыздықты тоқтату мақсатымыз тергеу амалдарының әділ жүруі, жасап жатқан қорғау органдары, сот органдарының, тергеушілердің жасап жатқан заңсыздықтарын мүмкіндігінше жеткізуге тырысамыз. Жартысыз адамдардың босатылуына септігін тисін деген тақырып қалауымыз сол, соны сіздерге жеткізу. Қазір Қалас Нұрпейісов бауырымыздың қорғаушысы Жалғас ханым, Жанар ханым Қаластың жолдасы, Ырысбек Сәрсенбаев ағамыз, білесіздер, қоғам қайраткері, журналист, саясаткер, ұлтжанды азамат. Осылай түсіндірейінші, ең бастысы сол ұлтжанды азаматтар. Асылбек Қараев ағамыз өзі заңгер, қоғам белсендісі. Мен Оспанов Мұрат, Қазақстан Республикасының азаматы. Қазір толықтырып Қалас Нұрпейісовтің болып жатқан сот процесінде болып жатқан жағдайлардың барлығын қазір қорғаушысынан тыңдаңыздар. Сосын ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі жиналысымыздың негізгі мақсаты, ол Қалас Нұрпейісовтің қазіргі таңда тергеу әрекеті қалай өтіп жатыр, және де өздеріңізге де белгілі өткен аптада, оның алдыңғы аптада Қалас Нұрпейісов қандай қысымдар көріп жатыр. Осы 8-9 ай бойы тергеу барысында Қаласқа Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының жанынан құрылған жедел тергеу тобының қызметкерлері тарапынан болып жатқан қысымдар. Бұл қысымдар тек қана осы қаңтар оқиғасы бойынша Қалас Нұрпейісовке ғана емес, басқа да азаматтарға жасалынып отыр. Оның айғағы менің қолымда бар дәлелдері. Менің қорғауымда бірнеше азаматтар осындай арыз шағымдармен жүгінді. Оның ең біріншісі қаңтар оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 278 бабының 2 бөлігімен қазіргі таңда үстінен айып тағылып отырған Алпысбаев Тұрсынбай атты азамат. Ол азамат осы 2022 жылдың тамыз айында өзіне тергеушілердің қысым жасап жатқаны, яғни қоғам қайраткері, белсенді саясаткер Жанболат Мамайға қарсы куәлік бер деп тергеушілер үгіттеген болатын. Алайда ол кісі өзі арыз жазып, яғни Жанболат Мамайға қарсы куәлік ет деп үгіттеді, алайда мен оған қарсымын, куәлік етпеймін деп маған арыз берген болатын. Сол арыздың негізінде бүкіл жаңағы жоғары тұрған органдарға шағым жазып, қазіргі таңда ол кісі көп ұзамай артынша ешқайда кетпеу бұлтартпау шарасымен үйіне босатылды. Және де екінші азамат бұл Қалас Нұрпейісов. Қалас Нұрпейісов өздеріңізге белгілі өткен аптада жаңағы өзінің кінәсіздігін дәлелдеймін, деуден шаршадым деп өзіне қол жұмсаған болатын. Ол әрине бізге ғана емес, отбасына да барлығымызға өте ауыр тиді, бір өлімнен аман қалды деуге де болады. Жаңағы өзіне қол жұмсаған жерін көріп, жүрегіміз ауырды, оған куә Ырысбек аға екеуміз болдық. Бізді жаңа прокуратура ғимаратына кіргізгісі келмеген жедел тергеу тобының қызметкерлері, оның ішінде жетекшісі Жабаев және де тергеушісі Жетімеков, ол кісілер бізге қарсылығымызға қарамастан бүкіл халық болып жиналып, осы қолдаушыларының арқасында Ырысбек аға екеумізге кіруге мүмкіншілік берді. Сол кезде ол кісінің өзіне қол жұмсағанын көрдік. Қол жұмсап қана қоймай, осы 9 ай бойы
өзінің кінәсіз екенін дәлелдеуден шаршадым деп бұл кісі соған дейін барып отыр. Әрине бұл кісіге де осы жедел тергеу тобының қызметкерлері тарапынан, оның ішінде тергеуші Каракөчеков Талғаттың тарапынан қысымдар болғанын айтты. Ол бойынша арыз шағымдарын да түсірді. Егер өзінің денсаулығына қатысты немесе өміріне қатысты егер бір жаңағы жаман жайттар орын алатын болса, осы қызметкерлерді кінәлауын, яғни олар кінәлі деп табыңыздар деп арызын жолдаған болатын C18 мекемесінен. Сонымен қатар айта кететін болсақ, бұл кісіге де қалысқа да тергеу барысында осы қаңтар оқиғасынан кейінгі тергеу барысы кезінде Жанболат Мамайға қарсы, Карменов Жанайдарға қарсы және де журналист Әйгерім Тілеужанға қарсы егер куәлік ететін болса, біз сенің қазір қозғалып отырған Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 255 бабын алып тастаймыз деп көндіріп, және де онымен қоймай Әйгерім Тілеужан міне саған мынандай қарсы куәлік берді деп өтіріктен жалған жауап алу хаттамасын компьютерден жаңағы көрсетіп, тергеуші кісіні көндіріп, өзі куәлік алған, жалған куәлік беруге мәжбүрлеген, осылайша қысым көрсеткен. Алайда қазіргі таңда сол 255 бапты алып, орнына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 271 бабының 1 бабымен, яғни жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды деген айыпты, және де Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 269 бабының 3 бөлігін, яғни ғимаратқа шабуыл жасады деген жаңағы 2 бапты қосып, онымен қоса тағы да 2 бап тонаушылық және де жаңағы автокөлікті заңсыз иемденді деген 2 қосымша бапты қосып, сонымен жалпы 4 бапты қосып қазіргі таңда айып тағылып отыр. Бұл айыптармен біз айыптарды заңсыз және негізсіз деп білеміз, және де бұл айыптармен келіспейміз. Бұл айыптардың барлығы қазіргі таңда қысым арқылы алынған, сондықтан да бұл айыптары негізсіз деп саналуы тиіс, және де осы уақытқа дейінгі берген жауаптары бұл заңсыз, негізсіз, жарамсыз деп саналуы тиіс деп білемін. Сонымен қатар осы арыз шағымдары негізінде Қалас Нұрпейісовтің қысым көрсетіліп жатқан тығы туралы арыз шағымдары негізінде қазіргі таңда Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде іс қозғалып, қазіргі таңда Алматы қаласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментіне іс жолданды. Яғни болашақта да осы Қалас Нұрпейісовке қысым жасаған полиция қызметкерлерінің үстінен іс қозғалатын болады, және де іс қаралатын болады. Сонымен қатар айта кететін болсам, осы аптада тергеу изоляторына барған кезде өзімнің қорғауымда Ахмет Каримов, Ахмет атты жігіт бар, азамат бар. Ол азамат қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 272 бабының 2 бөлігімен және 269 баптың 2 бөлігімен бұл кісінің үстінен іс қозғалып, Бостандық аудандық сотымен 4 қараша күні сот үкімі шыққан. Сот үкімі негізінде 7 жылға бас бостандығынан айырған. Яғни бұл кісі, бұл азаматтың жаңағы осы 2022 жылдың қыркүйек-қазан айларында Қалас Нұрпейісовпен бірге бір қапаста отырған, яғни бір камерада отырған. Сол кезде жандарында Әбілқасым Әділ және Бошан Темірлан атты азаматтар болған екен. Осы азаматтар сол кезде дейді, егер Қалас Нұрпейісовке қатысты тергеушілер Қалас лидер деп, егер жаңағы жалған куәлік беретін болсаңдар, қарсы куәлік, ол кезде біз сендерді босатамыз деп айтты деп, осы 2 азамат солай айтып жүрді, және де ол азаматтар көп кешікпей солай Қалас лидер деп қарсы куәлік бергендерін айтты, растады, және де көп кешікпей олардың бостандыққа шыққанын естідім, және де оны мен ғана емес, жанындағы камерада қапаста отырған 10 шақты адам естідік деп арыз берді, міне 6 желтоқсанмен. Яғни осы аптада берген арызы. Яғни осы міне бір емес бірнеше азаматтар қазіргі таңда, сонымен қатар бірнеше азаматтар осындай өздеріне қысым болып жатқандығы туралы өткен аптада Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына, Қазақстан Республикасының президентіне, сонымен қатар
ішкі істер министрлігіне және де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне және Қазақстан Республикасының парламент депутаттарына жалпы 20 адам қол қойып осы үндеу жіберді. Яғни бұл үндеуде ол қазіргі таңда С-18 мекемесінде отырған азаматтар өздеріне тергеушілер тарапынан болып жатқан қысымдар туралы айтқан, және де ол қысымдарға көпшілігі жаңағы шыдамай, яғни өз-өздеріне қол жұмсап жасап жатқандығы туралы айтылған, және де қазіргі таңда осы тергеу әрекеттерінің әділ заңды түрде қаралуын сұрап, және болашақта болатын сот отырыстарының да әділ өтуін талап етіп отыр, және де қазіргі таңда осы жазықсыз отырған азаматтар бостандыққа шығаруын талап етіп отыр. Соның ішінде осы бүгін айтатын болсақ, Қалас Нұрпейісов қазіргі таңда өзіне бір рет қол жұмсады. Бұл өзінің жаңағы кінәсіз екенін дәлелдеу мақсатында, дәлелдеуден шаршадым деп қол жұмсап отыр. Алайда бұл басқалардың да, бұл жерде басқа азаматтарды, және де бұл азамат тағы да мұны қайталауы да мүмкін. Сондықтан да айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының жедел тергеу тобының қызметкерлеріне және де жетекшісіне айтатын болсам, қазіргі таңда тергеу әрекеті жүргізілсін, жүргізілмесін демейміз, жүргізіле берсін. Алайда ол кісілерді бостандыққа, яғни үйқамақ түрінде бұлтартпау шарасына ауыстыруларыңызды сұраймыз. Және де бұл азаматтар заңсыз, негізсіз қазіргі таңда қамауда отыр деп білеміз. Яғни айта кететін болсам, қыркүйек айында Қазақстан Республикасының президентінің рақымшылық жасау туралы заңы қабылданды. Алайда бұл заң бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің жаңағы кейбір баптары осы амнистия туралы заңға ілінеді деп хабарлады. Алайда ілінсе де қазір сол азаматтар әлі күнге С-18 мекемесінде отыр. Бұл заңсыз, негізсіз деп білеміз. Егер ілінетін болса, егер заң шынымен де қолданыста болса, неге бұл орындалмайды? Неге бұл азаматтар ары қарай да отыруы тиіс? Сондықтан да осы тергеудің әділ жүргізілуін талап етеміз, және де жазықсыз азаматтардың бостандыққа шығуын талап етеміз. Ары қарай сөзді жұбайы Жанар Қанапиеваға беремін. Саламатсыздар ма? Есімім Жанар. Қалас Нұрпейісовтің жолдасы болып келемін. Осы уақытқа дейін күні бұрын осы күнге дейін шырылдап келеміз. Қалас деген жазықсыз, уже 9 ай болды, міне абақтыда отыр. Мен 3 баламен қалдым. Жаңа өздеріңіз естіп отырғандай, Жалғас ханым айтты, тергеу әрекеттері заңсыздық болып отыр. Бір-біріне айдап салып, жалған ақпараттар алып, сені шығарам, сен анаған қарсы берсең, мен сені шығарам деген сияқты. Ол өз көзімен көрген жағдайлар. Бастапқы кезде мен де общественный защитник ретінде кіріп жүргенмін, көрдім, видеоның бәрін көрдім. Сол кезде де айтып жүрген, сен осындай етсең, оған енді куәгер бола аламын, айта аламын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, Қалас Нұрпейісов ол тарих пәнінің мұғалімі, білім саласында өзінің ерекше тәжірибесі бар. Бізде жалғыз Қалас емес, әулетімізде ағаларымыз бар, жақсы үлестерін қосқан білім саласына. Соның өзінде де біле тұра, соның енді қазіргі таңда Қаластан бастапқы кезде террорист жасамақшы болды, дәл ол факты алып тастады, енді ұйымдастырушы жасамақшы болды. Сіздер білесіздер, Қалас сол күні қайдан шыққан, жаңағы Лобачевскийда отырған. Мен вообще сұрақ қойғым келеді, қалай ол ұйымдастырады? Осы күнге дейін білім саласына шығылдап, осыны жеткізе алмай көзге түскеннен кейін енді жоғары не берді? Команда берді, сол команданың орындап отыр. Бұл адамның тағдыры емес па? Неге немқұрайлы бір адамның несіне қарайды? Ол жарайды, оның тағдыры емес, одан бүкіл әулетіміз біз деген қарап отырмыз. Мен 9 ай болды. Қайта рахмет туысқандарымызға, қолдап қоршап бізді көмектесіп жүрген. Бірақ сонда да енді сұмдық масқара. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы ол кісіге де жолдау жасаған болатын мен.
жазып жібердім, бірақ эфирға шығып айтқан жоқпын. Бірақ соған да бару керек болып тұр, өйткені естімейді. Шырылдап қанша айтып жатырмыз, естімейді. Шығарған амнистиясын қолданып жатқан жоқ. Кейбір статьялары кіріп тұр, оны алып тастаған да жоқ. Жалғасқанын білемін, подтвердить айтып отырғанымды. Әлі алынған жоқ. Не себепті сонда президенттің айтқанында жай сөз болып қалды ма? Сосын соңғы болған инцидент дейді оны, өз-өзіне қол жұмсау. Осы мені қатты алаңдатады. Қазір көп адамдар шулап кетті. Рахмет сіздерге қолдау көрсетіп, бізге көмектесіп жатырсыздар. Бірақ бұл жағдай қайтадан қайталауы мүмкін. Ертең бір жағдай болып, қаласты жоғалтпаған жағдайда кім оның отбасын бағады, кім оның балаларын бағады? Сол сұраққа жауап берсінші маған, тергеу жұмыстарын жасап жатқан тергеушілер. Құр бұйрықты ғана орындап, адамды жазықсыз 9 ай ұстап отыр. Конечно, психологическое давление, ертең ол бірдеңе болса, ешкім жауап бермейді. Өз өмірлерін өмір сүріп жата береді. Осы сұрақтарға жауап берсін маған, сол үшін келді. Жанардың айтқан сөзі толығымен ақиқат. Қалас ұстаз, мұғалім, адам тәрбиесінде жүрген мінез құлқы, ой пікірі, көзқарасы өте лайықты тәрбиеші болуға ізгілікті мамандық иесі. Қаласты біраздан бері қарай білеміз, қоғамда өте белсенді, білім беру саласындағы кемшіліктерді сынға алып, оны түзетудің жолдарын көрсетіп, жанашырлық танытып жүрген азамат, жер мәселесі жөнінде, елдің тәуелсіздігі мәселесі жөнінде, кез келген әлеуметтік әділетсіздіктерге қарсы өзінің пікірін, сөзін айта алатын және ашық айтып жүрген азамат. Одан террористші бұл, немесе террористік әрекет жасау деген ешқандай ақылға сыймайтын нәрсе. Бірақ бұл жерде билік дегеніміз нақты саласын айтып қарайық. Билік деген ол президент, билік деген ол үкімет, парламент, одан кейін күштік құрылымдар, заң орындары, прокуратурасы бар, соты бар. Міне осы тармақтар бәрі бейбіт мақсаттағы күресте жүрген белсенді азаматтарды тұқыртып ұстау саясатын жүргізіп отыр. Сол үшін жасалып отырған әрекет. Қаласты бекер таңдап алған жоқ. Жаңағыдай жоқ жердегі ұйымдастырушы, жаңағыдай террорлық әрекеттерді, тонауды, жаңағы бөтен біреудің көлігін иемденіп кетуді, сол сияқты әрекеттерді ұйымдастырушы дейді. Оны қалайда түрмеге отырғызу керек. Осы бірнеше бап бойынша. Террорист жасаймыз деп жасай алмады. Басындағы мақсаттар сол болады. Сырттан 20 мың террорист келді деген сөзді президент Тоқаев айтты. Соның зардабы қазір жай адамдарға тиіп отыр. Өйткені сол сөзді ақтау керек. Сырттан террористердің келгендігін дәлелдеу керек. Қырғызстаннан бір музыкант келіп, осында қатысқан еді, таяқ жеген еді, қордай жақтан ұсталған еді, соны шулатқан, шеттен келген, бір сырттан келген террорист ретінде. Олар іске аспай қалды. Осы уақытта бірде-бір президент айтқан Орта Азия елдерінің бірінен келді міс деген террорист әлі анықталған жоқ. Тергеліп жатқан жоқ, ұсталған жоқ. Мәйітханалардан сүйектерін алып кетті, мүрделерін деді, ол өтірік болды. Қаңтар қасіреті кезіндегі айтылған мемлекет басшысының аузынан және соның төңірегіндегілердің аузынан шыққан өтіріктерді қалайда шындыққа айналдыру үшін әрекеттер жасалып жатыр. Қосайтта, Қаластыда, басқа азаматтарда кінәлі жасау, Жанболатты кінәлі жасау қолдарынан келмей жатыр. Тергеу қазір тұйыққа тірелді, одан қалай шығаруларын білмейді. Сондай ұйымдастырушы деп әйгерімді, журналист қызды, әріптесімізді. Соны қазір күмәнді күдікті етіп отыр. Олар да іске аспайды. Жалпы мына қылмыстық тексеру барысында
dəlildenбеген кылмыштарды кыскартууга болот заң боюнча. Недоказанности виновности деген бар. Кінәсіздігі, кінәлі екендігі дәлелденбегендігі үшін. Бұлардың бәрі соған жатады. Сондықтан да істі қысқарту керек. Басында тапсырмамен бұйрықпенен қолға алған екен, асыра сілтеген екен, енді тоқтаулары қажет. Біз өткенде ана Жабаев Уәлихан деген тергеушілер тобының басшысына айттық. Сендер мыналардың бәрі қолдан жасалып отырған нәрсе. Ертең сотқа барғанда быт-шыт шығады. Ұятқа қаласыңдар. Өздерінің осындай әрекет жасағандар үшін қылмыстық жауапкершілікке тартыласыңдар. Қазір тоқтатыңдар деген ескертуді жасадық. Ал сол адамды іштен шеттетуді талап еткен болатынбыз. Оны адвокаты да жазбаша түрде талап етті, Қалас та талап етті. Оны әлі күнге дейін іштен шеттеткен жоқ сияқты. Демек оларға сондай жоқты бар жасайтын, қолдан қылмыскер жасайтын тергеушілер керек болып отыр. Біз бас прокуратураға бүгінгі жиында ерекше қадап айтатынымыз осындай әрекеттер тоқтатсын. Бұл наразылықты күшейтеді, бұл әділетсіздікке, қиянатқа жол ашады. Қаластың жағдайын денсаулығын мен өз көзіммен көрдім. Сол жақ білегін екі жерден тілген, терең жара, оған жанды тіккен жіппен 8 шоқ салынған. Қолы шынып тұр, денесінде қызуы бар, қызуы көтеріліп тұр. Қолға сезілді, мен маңдайына қолым салып көрдім. Жалғас көрді, денесі қызуы болып тұр, жедел жәрдем шақыртты жалғас. Келді, соның дәрігерлері, ешқандай дене қызуы көтерілген емес, 36 қалыпты дейді. Қан қысымы да бәрі де дұрыс. Жалғас сол кезде басы ауырып қиналып тұрды. Соның қиналып тұрғанына қарамастан олар тергеу амалын жалғастырамыз деді. Ол азаптау. Қазір рас үтік басу, күйдіру, ұру, соғу, тұншықтыру, ондай әрекеттер жасалып жатқан жоқ. Бірақ моральдық жағынан қысым жасап жатыр, психологиялық жағынан қысым жасап жатыр. Ауырған күдіктіні түннің ортасында тергеу жүргізу, денсаулық жағдайына қарамай, ол азаптауға жатады. Демек, азаптау әлі күнге дейін жүріп жатыр. Қаласта үгіттеген, талап қойған. Егер сен мына адамдарға қарсы куәлік берсең, осылар ұйымдастыруға, басқаруға, соған атсалысты. Сонда сенің жағдайыңды өзгертеміз деген. Оның біреуі мен маған қарсы куәлік беруге айтқан. Жанболат Мамайға қарсы куәлік беруге айтқан. Ал енді Қаластың өзіне сол басқа адамдарды салып жатыр. Қалас лидер, Қалас осының бәрін ұйымдастырушы, сендер сөйтіп айтыңдар, былай дейіңдер, алай дейіңдер. Түрмеде, кінәсі, жазықсыз, 9 ай, 11 айға дейін отырған адамдар қалайда бостандыққа шығуды, үйге кетуді ойлайды. Арғырай тағы да осылар соттап жібере ма, мына кінәсіз. Соны бұлар мойындатады, кінәм жоқ болса да сен кінәлі ретінде сотталасың деп. Сондықтан сотталып кетпес үшін ол адам осалдыққа салынса, қасындағы адамға сатқындық жасайды, кінәсі жоқ болса да. Күнәға батады, иә осылай деді. Оларға керегі сол, сондайдан 3-4 адамға жаздыртып алса, сол бойынша Қаласқа дәлел тапқылары келеді. Бұл бұрыннан келе жатқан, елордардың бериялардың тұсынан келе жатқан тәсіл. Біреулерге мойындатқызу, не болмаса өзіне мойындатқызу. Бейімбет Майлинг те, Сәкен Сейфуллин те 30 жылдарда біз Жапонияның тынысымыз советтік неге қарсы күрестік, соның бел ортасында болды, троцкий сындырымыз деген сияқты нәрселерді мойындатқызған. Бүгін соны мойындатуға әрекет етіп отыр, сол тәсілді қолданып отыр. Біз талап етеміз, осындай істердің бәрін дереу қысқарту керек, бостандыққа шығару керек. Не болмаса, тездеп сот өткізу керек та, сот әділетті түрде қарау керек. Соттың әділетті қарайтындығына біздің тағы да сеніміміз жоқ. Өйткені сот, әділ сот деп оларды мүлдем айтуға болмайды. Соры кеткен, сұрқия сот, биліктің, жоғарыда өздерін қызметке тағайындаған президенттің, солардың тапсырмасын орындаудан арыға кетпейді.
Kılmıskер emesti, kılmıskер жасағысы келеді. Қоғамға, халыққа, жұртшылыққа айтатынымыз. Шындықты біліңіздер, журналист әріптестер, шындықты барынша блогерлер кеңінен таратыңыздар, және осындай белсенділердің сот процестеріне келіп қатысыңыздар, өз көздеріңізбен көріңіздер. Халық жиналып сотқа көбірек келетін болса, олар сонда түсінеді. Ал тергеудегі, прокуратурадағы, соттағы осы қаңтар қасіретіне қатысты істі қарап жатқандарға айтарымыз мынау. Естеріңіз жиыңдар, абыройларыңды ойлаңдар. Қала сол тарихшы. Ол жаңағы түрмеде отырғандардың әрқайсысынан жеке интервью алған, сұхбат алған, қандай жағдайда отыр, қандай айыпталды, өздерінің еріктерімен, қандай азапталды, қандай қысым көрсетілді. Соның бәрін қаттап қағазға түсірген қалың дәптерге. Сонысын ұрлатып алып отыр, жоғалтып жіберіп отыр түрмедегілер. Қала соларында ол білген деген нәрсесі екі мақсат. Біріншісі, тарихшы ретінде бүгінгі тарихты жазу керек, нақты фактілермен. Екіншісі, сол жазылған деректері бойынша ертең сот процесінде көмектесуі керек. Солардың бәрі сот процесінде айтылуы керек, жария жасалуы керек. Мінекей соған мүмкіндік бермей отыр. Қалас, Құдай қаласа ертең ақталады, толық ақталады. Оған біздің көзіміз жетеді. 86 жылға жағдай қайталанады. Сонда сол тергеуші, прокурор, соттар қандай күйде тарихта қалады. Ертең бәрін аты-жөні әрекеттер толық жазылатын болады. Жай ғана жазылып қоймайды, ол халықтың арасында айтылатын болады. Сол кезде оның ұрпақтары соларға не айтады? Олар ертең ойласын. Бүгінгі шенді, бүгінгі алып жүрген мол ақшаны, берген тапсырманы орындауды, құл болуды ойламасын. Ертең ойласын, адамгершілігінің абыройын ойласын. Біз оларды соған шақырамыз. Тергеу әрекеттері қанша уақыт жүретіні белгісіз, сотқа қашан беретіні белгісіз. Сол себепті мен өзім сұрайтыным, жаңағы көреді ғой тергеушілер де бәрі үй қамаққа шығарсын қаласты. Өйткені болмайды, жоғызай жазықсыздан жазықсыз ұстап отыр адамды. Мынандай жағдайға да барды. Енді ол адам өлтірген жоқ қой, кісі өлтірген жоқ. Қоғамға ешқандай несін келтірмейді ол дегенде. Зиянын келтірмейді. Сол себепті жаныңызда болсын, отырсын жарайды үйде отырсын. Мен ақ жұмыс істеймін. Біз кепілдік береміз бәріміз. Иә, сол үйге шығарсын. Мына тергеу әрекеттер жұмыс жүрген кезде біздің даже үйімізге де арест қойып тастады, міне сіздерге айтайын. Қанша жан-жақтан қысым көрсетті, жұмысынан басына шығарды. 19 жылдан бері келе жатқан әңгіме ғой бұл. Бір рет митингқа шықты, көзге түсті, болды. Жұмыстан шығарды, правасынан айырды, үйге арест қойды, аяғында отырғызды, 9 ай отыр. Мен сол адамды жоғалтып деп қорқамын. Сол себепті үй қамаққа шығарыңыздар, болды. Ничего не знаю, шығарсын. Қаластың жаңағы неліктен өзіне қол жұмсағанның екі себебін өзі айтты. Бірінші себебі әділетсіздікке, өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге төзімі таусылды. Қанша жерден айтса да, оның кінәсіздігіне ешқандай жол бергісі келмейді. Кінәсіз болсаң да кінәңді мойныңа ал дейді. Ондағы бар дәлелдері жаңағы бейне камераға түсіп қалған, ол қолын сілтеп сөйтіп келе жатыр. Ол мұғалім сабақ түсіндіргенде де қолын сермейді, жай сөйлегенде де өзі қаласы солай жаратылысы. Ол сөйлеп сөйткен екен, демек ол тапсырма беріп жатыр, демек ол біреулер жұмсап жатыр. Ешқандай дәлел емес, масқара нәрсе. Екіншісі және ең бастысы меніңше, ол қасында 20-ға жуық жас жігіттер 18 пен 20-лардың ішіндегі. Өздеріне сондай қол салған, олар да сондайдан. Мен солардың жан айқайын жеткізу үшін, жағдайын көрсету үшін осы әрекетке бардым деді. Әйтпесе қалас өзін-өзі қастанда жасап өмірі қияйын дейтін азамат емес. Бала шағасы бар, отбасы бар, жақындары бар. Ол керек адам, қоғамға да, жақындарына да. Сондықтан оның өзін-өзі сондайға апарып отыр, мәжбүр болып отыр. Соған жеткізіп отыр. Мына жандағы 20-ға жуық адам деді. Солардың бәрі ертең белгілі болады. Бізге бірнеше адамның аты-жөнін айтты. Соларды шындығын айта бастаған кезде жаңағы Жабаев деген тергеу тобының бастығы қаласты басқа жаққа қарай алып қашты, өзінің кабинетіне қарай. Бізбен сөйлестірмеуге тырысты.
Мен сол кезде айттым, сендер арттарыңды аша бастағаннан кейін осыға кедергі жасап отырсыңдар. Біз шындықты білуіміз керек, жағдайын білуіміз керек, тоқтат әңгімелесейік деді. Жоқ, әңгімені үздіріп тастады. Демек, қаласының айтып отырғаны толық ақиқат, шындық. А шындықтан бұлар ешқандай қашып құтыла алмайды. Түптің түбінде бәрі белгілі болады. Ассалаумағалейкум. Құрметті тыңдаушылар, қатысушылар, ең біріншіден барлықтарыңызға осындай жағдаймен жиылып отырғанымызға, келгендеріңізге үлкен рахмет. Адам тағдыры ол кез келген мемлекеттің ең үлкен құндылығы болып саналады. Сондықтан осыған бей-жай қарамай, осы жерде жиналғандарға, көрермендерге, осы ұйымдастырушыларға, барлықтарына және де осы адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан халықаралық бюросы басшысы Евгений Жовтис мырзаға және осы жердегі ұйымдастырушысы Гришин Андрей мырзаға үлкен рахмет. Осындай мүмкіншіліктерді пайдаланып, осындай азаматтардың барлығына Алладан мұнда шүкір. Мынау кез келген өркениетті мемлекеттер, ол Қазақстан болсын, басқа мемлекеттер болсын, шетелдік мемлекеттер болсын, адам құқықтары кез келген мемлекеттің ең басты құндылығы. Адам құқықтарын таптау, ал біздің жағдайда оны қасақана адам құқықтарына шектеу жасау, немесе оны қылмыстық іс-әрекеттермен қудалау, азаптау, оның барлығы халықаралық деңгейдегі геноцид деп саналады. Ондай басшыларға біздің шамамыз келмесе, басқа мемлекеттегілер құқықтық баға беріп, әртүрлі санкция болсын, шаралар қолдануға әкеліп соғатыны анық. Мына бүгінгі жиналыстағы Қазақстан Республикасына қанды қаңтар қырғыны болып, елімізге, қазағымызға таңба болып басылған жағдай. Осы жағдайдың осы күнге дейін кім ұйымдастырғаны, кімдердің кінәлі екені басқа ешқандай анықталған жоқ. Анықтауға біз мынау құқық қорғаушы ретінде анықтауға тырысып, немесе жәндегі шындықты айтқан қоғам белсенділеріне осаққа шүр қудалау, қуғын-сүргін жасалуда. Бұл ненің белгісі? Бұл мемлекетіміздің мемлекеттік тікелей міндеттеріне жататын президентіміздің бұл қаңтар қырғынына ешқандай әділ тексеру, тергеу жүргізуге құқықтарының жоқтығы. Жоқтығынан ең жаманы сол тергеулердің, тексерулердің болдырмауына әрекет жасауы қасақана. Бұл үлкен қылмыстық сипаттағы іс-әрекеттерге жатады. Енді қанды қаңтар қырғыны кезіндегі жағдайды өзіміз тікелей қатысушы ретінде ағаларымыздың қатысуы бар, өз көзімізбен көрген азаматтар ретінде, заңгер ретінде мынау үлкен бір қанды жағдай болды. Басқа бір мемлекетпен, басқа бір құқықтарды, елімізді, жерімізді қорғаймыз деген басқа бір сырттан келген жаумен соғысатын жағдай болатын болса, арадағы бейбітшілік бітімге де келуге болар еді. Кез келген соғыс бітімгершілікпен бітеді. Ал өз арандағы, өз мемлекетіндегі, өз қазағының, өз президентінің, басшының сені қорғауға міндетті болған адамдардың ертең әділетті сот іздеген сотының басшы деген басшыларының сені сыртыңнан болсын бетіңе бедірейіп тұрып сатып атқаны, бұл ашықтан ашық қазақ мемлекетіне, мемлекеттігімізге жасап атқан қастандық деп білуге болады. Ең бірінші Қалас Нұрпейіс бауырымыз туралы әріптесіміз, досымыз ретінде айтардан бұрын қоғам белсендісі деген ұғымға мемлекет
мына құқық қорғау органдары жете баға беру керек. Қоғам белсендісіз деген кім? Қоғам белсендісіз деген ел жанашыры, елдің қорғаны. Ол азаматтар еш уақытта ұрлық, қарлыққа, тонауға, немесе басқа да қылмыстарға баратын азамат емес деген сөз. Кешегі қанды қырғындағы шыққан жаңағы олардың президенттің түсінігіндегі 20 мың террорист деп, сол қырғынның жалғасып кетпеуін, соны өшіруге тырысқан қоғам белсенділерінен террорист қылып жасауы, бұл өз қылмыстарын жасыру болып табылады. Мен заңды тілде сөйлеп отырғаным. Мен ешқандай біреудің басына жеке наразылығым болмаса бір алынмай жатқан өшім жоқ. Бұл елдің көрген оқиғасы. Қазақстанның барлық халқына бұл қасірет алып келді. Ойландырып, осаққа шөр, не болды, не қылды деген нәрсе, осаққа шөр, жақын ортада 1 жыл болады, әлі бағасы берілген жоқ. Қоғам белсендісі Нұрпейісов Қалас бауырымыз бұл біріншіден ұстаз. Алла тағаламыз айтады, мынау сауаптан кешірілетін, күнәлар кешірілетін жәннатқа бірінші және кезекте жәннаттан орын алатын адамдар ұстаздар деп аталады. Ұстаздардың мынау біздің жасөспірімдерімізге тәрбие беріп, сабақ беріп, олардан елінің патриотын жасау олардың үлкен қасиетті міндеті. Осы міндетін адал атқарып, оны қойып, балаларды қойып, мынау еліміздің қайда бара жатқанына елеңдеп, алаңға шығып жүрген үлкен тұлға еді. Сол тұлғаны қазіргі таңда марапаттаудың орнына, құрметтеудің орнына түрмеге тоғытты. Бұл үлкен масқара тірлік. Мейлі, құқық қорғау органдары оны тергеп, әділ сотымыз болатын болса, соты болып, жүргеніне ешкімнің наразылығы, мемлекетке қарсылығы жоқ. Біз мемлекетке жанашыр адамдармыз. Ал мемлекетіңнің әділ сот болады деген сотыңның, тергеуінің анықтауға құлқылы болмай, керісінше осындай іс-әрекеттерге барып, жалған куәгерлерді тауып, жала жауып істеп жатқан тірлігі, ол тек қана қоғам белсенділерінің немесе жаңағы осы жердегі шындықты айтып жүрген журналистердің айтып жүрген емес, оны бүкіл халық біледі. Бүкіл халық біледі. Ең ішіндегі оңбағандары сол халықты алаңға шығармай отырмадыңдар ма тыныш дейді. Біліп отыр олардың барлығы, халық қазір көзі ашық, сауатты. Бірақ сезімнен, қорқақтық сезімнен құтыла алмаған қазағым қазір осындай жәбір шегіп отыр. Енді бұл жердегі Қалас Нұрпейісов бауырымызға заңгері қорғаушысы Жалғас ханым өте үлкен дәлелдерді жеткілікті қылып айтты. Бұл дәлелдердің бағасы заңгер ретінде айтатын құқық қорғау органдары тарапынан, оның ішіндегі жоғарыдағы тапсырма беріп отырған тарапынан өз кешегі қаңтар қырғынындағы істерін жасыру мақсатында, соны жабу мақсатында, халықаралық ұйымдардың алдында өздерін ақтау мақсатында жасалып жатқан қастандық іс-әрекеттері деп түсінуге болады. Толықтай бұған біз әлі де тергеу тексерулердің нақты жүріп, жауапты адамдардың жауапкершілікке тартылуын талап ететін боламыз. Қоғам белсенділері осыған барлығы атсалысып, осыған елдің, қоғамның, егер болашақта әділетті қоғам құрамыз десек, болашақта өркениетті ел қатарына кіреміз дейтін болсақ, мына бассыздықтан құтылудың әрекетіне талпынуымыз керек. Осыған бүкіл белсенділерді шақырып, халықтың санасын оятуға, олардың белсенділігін арттыруға шақырамыз. Рахмет Асеке. Мен нақтылап қысқа нұсқа айтуға тырысайын. Себебі біраз уақыт алып қойған шығармыз ел жұрттан. Қалас Нұрпейісовтің ісі бойынша қарапайым айтамын.
мен ол кісіні босату керек деп есептеймін. Оның жазықсыз екенін мен заңгер болмасам да сіздерге дәлелдеп беремін қазір қарапайым халыққа. Себебі 3 қаңтар күні Қалас Нұрпейісов қамауға алынған әкімшілік жазамен 15 тәулікке. Ол менімен бірге бір камерада отырған жігіт. 5 қаңтар күні кешкі сағат 6:30-7-лердің кезінде бізді заңсыз босатып жібереді. 5 қаңтар күні босатады, 3 қаңтар қамайды. Және ол қайталап айтам, заңсыз босатып жібереді бізді. Егер бізді олар заңды бұзбай, сол мекеменің бастығы заңды бұзбай, бізді босатпағанда Қалас 18 қаңтарда шығушы еді. Демек, оның ұйымдастырушы болуы мүмкін емес нәрсе. Мен дәл осы істі қозғалатын адамдардың барлығын, егер жаңа Қазақстан құрам дейтін болса, Тоқаев мырза, осылардың бәрін алып тастауға ол міндетті деп есептеймін. Егер осы қарапайым нәрсеге миы жетпей жатқан адам қалай тергеу амалдарын жүргізеді? Демек, бұлар бұл жерден ешқандай дәлел таппағандықтан басқаларға бір-біріне қарсы куәгерлік етуге мәжбүрлейді. Енді мына жерде жазылып жатқан Әділ мен Темірман деген бауырым көріп отырсаңдар, бұл заңсыздық екенін білесіңдер. Сендерді мәжбүрлеп куәгерлік жасатқаны ол белгілі. Өйткені сол сіздермен бірге қамауда отырған жігіттер, намысы бар қазақтың баласы, әділетсіздікке қарсы болғандықтан бұл Тоқаевқа арнап жазылып отқан арызы жаңа қорғаушының көрсетіп отқан. Мен жаңа көріп жатырмын. Бұл қазіргі заңның алдында жарайды, мен жаңағы дұрыс жалған куәгерлік бердім деп айыппұл төлеуіңіз мүмкін. Бірақ ақиретке барған кезде сізден ешкім айыппұл сұрамайтын, есіңізге салам. Біреудің үстіне жала жабудың қандай екенін YouTube каналынан көріп алсаңыз болады. Ол жерде имамдар оны жазуды біледі. Екінші жағдай, бізде жалғыз Қалас Нұрпейісов қана емес, оның өз-өзіне қол жұмсап жатқан себебі осы әділетсіздікті бәрінің біле тұра әділетсіз оған жала жауып жатқандығында. Айгерім Тілеужанға қарсы неге куәгерлік жаса деп не үшін айтады? Себебі Айгерім Тілеужан да сол күні қамауда болатын. Ол да 3 қаңтар күні отырған, 5 қаңтар күні кешке бізден бірге шыққан. Демек, Айгерімнен де қылмыскер жасау ол біздің қорғау органдарының ақымақтығы деп есептеймін. Бізден ұялмаса да билік, ең бастысы мына жаңа Қазақстан жасаймын деген Тоқаев мырза, бізден ұялмаса да халқынан, көрші мемлекеттерден ұялу керек қой. Мен осындай қызметкерлермен жұмыс істеп жатырмын деп. Ондай қызметкерлермен қандай жаңа Қазақстан құрмақшысыздар? Ол менің миыма сыймайды, күштеп те сыйғыза алмайсыздар. Себебі тағы дәл осындай жағдай. Кеше осы 2-3 күн бұрын Қызылорда, Тараз, Шымкент қалаларын аралап келдім. Елім, жұртым деген, ақиқатты шығарам деген, Алла разы болсын, тәуелсіз журналистермен бардық. Солардың жанында жүріп, берілген сұхбаттардың барлығынан қорытқан нәрсем, Мұратбай Баймағамбетов деген де жігіт бар. Ол да болған белсендісі болған, осы уақытқа дейін ақиқатты айтып жатқан жігіт. Ол жігіт 4-ші күні, 4 қаңтар күні Қызылордада тарамаңдар деген сөзі үшін қамауға отыр. Ұйымдастырушы болып. Бірақ Қызылордалық қызметкерлер құлақтарыңызға алтын сырға. 5 күні таңертең Мұратбай Баймағамбетовті қамайды. 5 күні таңертең қамайды. Сол күні кешке жібереді де, мына бүліктің бәрін сен ұйымдастырдың дейді. Ал бүлік болып жатқан уақытта өрт, жаңағы бүлікшілердің жаңағы обыл гаидің зданиесінде от жағып жатқан кез, ол сағат 1-дің уақыты. Оны өздері дәлелдейді, сосын өздері Мұратбайды қылмыскер қылады. Бұның барлығы неге әкеп тіреледі? Жаңағы Асылбек ағамыздың айтып жатқанына әкеп тіреледі. Ата заңымызда нақты жазылған биліктің бірден-бір бастауы халық. Қалған қазіргі біздің басқарып жүрген ойбай, бас прокуратура, ойбай, сот мырза, президент мырза деп жүрген адамдарымыздың барлығы біздің ата заң бойынша олар қызметкері халықтың. Ал қазір халықтың әділеттік сұрап жатқан үнін ешкім естімесе, оларды заңсыз бір-біріне айдап салып, соттап жатса, қаңтарда кеше Таразға барғанда жүрегім жылайды.
қайтыс болған балдарды соттап жатыр. Оның 7 қаңтарда үйден шыққан. Шыққанда карантиннің кезінде көшеге шықтым деп ат тастап жатқан нәрселер. Бір куәгер жігіт сұхбат берді. Келіп, БТРмен келіп, атып, өтіп кетіп, қайта бұрылып қайтпақ тағы атып. Оның барлығын ешкім білмеген. Демек, қазір халыққа қарсы шығып отқан биліктің бірден бір бастауы халық деп есептесек, енді халықты заңсыз соттап, атып, қырып, және бір шығып алып кешірім сұрамаған адам, онда халыққа қарсы шыққан террорист деп соларды есептеу керек. Қазіргі көзімізбен көріп отқан нәрсені өзіміз ешқандай сотқа, бұл бас прокуратураға да сенім жоқ екенін көзіме жеткілікті. Енді менің айтып тұрған қарапайым дәлелімді таразыға салуды білмейтін бас прокуратура деп оған халық қалай сенім артады? Егер халықтың өзін атып атса, оны мойындайды. Қырғызстаннан келген жазмен баланы қамап, одан террорист жасамақшы болады. Артынша жібереді. Неге? Өйткені оның жазмен екенін ол білген жоқ. Ол өте сауатсыз адам, ол кімнің екенін де тексерген де жоқ. Келген бұйрық қалыпты, мынау қырғызша сөйлеп жатыр, давай қамайық деп қамап тастады. Иә, болды, ол қазақ емес пе, ең басты документінде Қырғызстанның азаматы деп болды. Шетелден шығарған террорист жасаймыз деп қамады, бірақ ол елінде танымал адам болып шықты. Ал егер ол танымал емес жігіт болғанда ше, құда бала болса біреуге келген, Аллаға шүкір қырғыз бен қазақ қыз бен қыз алысып отқан мемлекеттің біреуі. Ал егер бұл келген жездесінің үйіне келген құда бала болса қайтеді? Ол байқұста террорист жасай салушы. Оны қазір Қаластың қасында бірге қамалған Қалас қазақ бауырының үстіне ар жазып отқан Әділ мен Темірлан Қырғызстаннан келген танымайтын баланың үстіне өлтіртіп жазып беретіні хақ. Хақ болушы еді ол. Ал енді қазір Әділдің де Темірланның да берген, егер әділ сот болатын болса, әділ тергеу амалдары болатын болса, қазір сотта шығуы мүмкін. Біз алдымызға әкелген іске қарап отырып, ол бірінші рет емес біздің араласып жатқанымыз. Біздің алдымызға әкелген істен әкелген қағаздарға сүйеніп отырып, біз үкім шығарамыз ғой. Біздің кінәміз не деп жылаған соттарда болды. Жарайды. Енді тергеуші деген нәрсені бірден айыптаушы жағына бармау керек қой. Ол тергеу керек қой бірінші. Тергеу амалдарының ішінде ғана болса, оның қылмысы болса, сол кезде ғана барып сотқа жібереді. Болмаса тергеу тоқтатылу керек қой. Ал бізде керісінше, оны тоқтатпаудың орнына Әділ Темірлан сияқтылар тауып бірінің үстіне бір ар жазғызады. Айгерім мен Қаластың үстінен жазу, Мұратбай Баймағамбеттің үстінен жазу, ол біздің прокуратураның, вообще тергеу амалдарын жүргізетін мамандардың дәрежесінің, сауатының өте төмендігін білдіреді. Өте төмендігін. Сол себепті біз айтып іште жиналып қалған шер көп, нақтылап айтайық, өткенде бәріміз жиналғанбыз. Осы Қаласының Нұрпейістің бауырымыздың өз-өзіне қол салғанына байланысты наразылығымызды білдіріп, оның ашыққа анық-қанығын түсіндірсін, денсаулығына алаңдағаннан кейін Алғанбаев мырзаға қалалық прокуратураға арыз бердік. Бас прокуратураға да президент әкімшілігіне де жолдаған болатынбыз, енді ол жағынан әлі хабар келген жоқ. Бірақ мына Алғанбаев мырза қазір оқып берейін бірден сіздерге, қай жаққа қарай бұрғанын біздің арызымызды. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының қылмыстық қудалау қызметінің бастығы Сағиев мырзаға жіберіпті. Енді жауапты сол кісіден күтетін боламыз. Қанша күтетінімізді білмеймін. Мүмкіндік болса, осы тікелей эфирдің сілтемесін мен Сағиев мырзаның өзіне жіберуге тырысам. Твиттер арқылы мүмкіндігім болса, Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзінің жекесіне жіберуге тырысам. Қазақстанның бір азамат есебінде жауап алуға тырысам. Ал ендігі сіздерден өтінішім, барлық қалада болып жатқан заңсыздықтар бар. Оны Недит арнасынан көре аласыздар, Қазақ Таймс арнасынан көре аласыздар. Политон арнасының журналисі Есдәулет бауырымыз да бар түсірген, содан да көре аласыздар. Көріңіздер, таратыңыздар, бүкіл халық біліп отырсын, қандай заңсыздықтар болып жатқанын. Және дәл осындай қаңтар оқиғасына байланысты бейне материалдарыңыз болса, кешегі түсірілген киноның өзінен қарап қанша ата-ана жылап жатыр. Балдарына соншама қара жабылғанына қарап. Солардан бейне материалдар болса, осы арналарға жіберулеріңізді өтінем. Айтатын
жағдайларымыз болып жатса, оны да жіберіңіздер, бір-бірімізді қолдайық. Бұл биліктен ешқандай үміт күте алмайтынымызды көріп тұрмыз. Соны бәріміз бірігіп талап етейік. Бұл жерде Мұратқа айтқанына байланысты бір кішкене анықтан беріп өтейін. Тергеуші Жабаев айтады. Онда неге әуежайға барды? Әуежайға барған қылмыс екен. Әуежайға мен де барудың азабында қалдым. Орта жолдан қайттым. Өйткені үйде немерелеріңіз ұйықтамай, сіздерді күтіп отыр дегеннен кейін үйге соғып, содан кейін барайық деп, үйде кеше ойдақ қалдық, кейін хабарласқанымызда ол жақта тым-тырыс ештеңе жоқтан хабарлағаннан кейін біз бармай қалдық. Қаласта Әйгерім де әуежайға барды, ол факт. Бірақ ол қылмыс емес. Қылмыс емес себебі қандай ниетпен барды? Не үшін барды? Бірақ дұрыс айтып отыр, олар ешқандай түрмеде отырып ештеңені ұйымдастырған жоқ. Түрмеден шыға салып ұйымдастырып үлгеру тағы мүмкін емес еді. Олар шығып алаңға келді, біз алаңда тұрдық. Сол кезде алаңда адамдар айтып жатты. Ресейдің әскері келетін бопты. Мына көтерілісті басуға, бейбіт митингіні жаршуға, таратуға. Қырғын болмас үшін солар сол жерде тоқтату керек әуежайда. Бородайға кеп қонады екен деген әңгіме шықты. Алматының әуежайына кеп қонады екен. Сол жаққа барайық деді. Маған бірнеше адам кездескен адамдарды айтты. Телефон соғыпты адамдар айтты. Осындай сол жаққа барайық, соны тоқтатайық деді. Қаласы сол үшін барды. Жаңа келген әскер сол жерде тоқтату үшін барды. Ол әуежайды басып алу үшін барған жоқ. Ол қылмыс па? Қылмыстық ниет па, мақсат па? Әрине жоқ. Сондықтан жоқты бар жасап, керісінше бұрып, қылмыстық қозғауды тоқтату керек. Қаласының қазіргі денсаулық жағдайы мені қатты алаңдатады. Ана ісік қолда қайтпаған, дене қызуын көтеріп тұрған сол. Ем деген нәрсесі құр зеленкі жаққанда сөңген бинтпен байлай салған, ол бинті төмен сырғып, төмен түсіп, жараланған жер ашық тұр. Одан былайша айтқанда қанға зиянды нәрселер кетуі мүмкін ғой, микробтар түсуі. Қан бұзылса, содан кейін ары қарай өте өміріне қауіп төнеді ғой. Сондықтан да оның емделу үшін, кінәсіздігі үшін оны қазір үйге шығару керек. Мына Ауғанбаев өзінің шамасы келмегеннен кейін, содан кейін жаңа Сапархановқа жолдап отырғанмен түсініп отырмын. Сағиев бар. Өйткені Ауғанбаевтың өзіне бұрын да айтқанбыз, біз мынаны үйғамаққа шығарыңдар. Ешқандай кінәсі жоқ, дәлденіп отырған жоқ. Денсаулық жағдайы мынандайды. Оның қолынан келмеді, ол сондықтан ана жаққа жіберіп отыр. Егер Сағиев оны үйге босатпаса, демек азаптау, қолдан қылмыстық іс жасап, қолдан қылмыскер жасау тапсырмасын сол Сағиев беріп отыр деп есептеуге менің хақым бар. Рахмет. Сосын сұрақ көтейін деген бір сұрақта, мына қаласпен Әйгерімді алып кетіп алды дейді, аэропортта бар дейді. Сол жақта біз 100 адам болдық, куә болдық. Мына Жабайы Киркоров бар ғой, Киркоров, Арман. Сол келіп аэропортта алуға адамдар алып кеткен. Именно сол келіп. Сосын 2 сағаттан келді, біз аэропортта алдық деп. Мына бәрі куә, не? Қаншама адам. Ол жаңағы Киркоров кеңбеді сұхбат беріп отыр. Қазір осы сұраққа толықтау жауап беріп берейін. Қаласпен Әйгерім аэропорттан әуежай деген сұраққа. Біздің тағы да белсенді бауырымыз бар, Дархан Балиев білесіздер. Дархан Балиевтің өзін қанша уақыттан бері қамауда ұстағанын білесіздер. Негізі ол жердегі дәлелдің соншалықты көптігіне қарамастан Дарханнан да террорист жасамақшы болды. Ол бүкіл интернет жүйесіне жазып қойылды. Дархан бізді Лобачевскіден қорқытып шығарып алыпты, мыс деген айып тағылды. Бұлар ол айыпты қай кезде тоқтатты? Себебі біздің жігіттер біз шыққан кезімізде видеоға түсіріп алған. Ол толық біздің шыққан уақытымыз бар. Біз бірімізден кейін біріміз шықтық. Өйткені әрқайсымыз әртүрлі камерада болдық. Келді, киімдеріңізді алыңыздар, шығасыздар, басқа жаққа ауыстырады деп ойлағанбыз негізі. Ал енді шыққан келген кезде Дарханның айтқан ең бірінші сөзі, ол эфирде де тұрып, қалада осындай жағдай болды, халық аяқ астынан оянып
бейбіт шеруге шықты. Енді билік жағынан диалогқа ешкім келген жоқ. Жаңағы қаланы бүлікшілер араласып кетті, бүлдіру басталып жатыр, соны тоқтатайық. Дархан бауырым даже амандасқан жоқ менімен. Аузынан ең бір шыққан сөз мародерствоны тоқтату керек, естілер тоқтату керек. Біздің бәріміздің санамызда тек қана сол болды. Шыққанымыз, біз қаладан ештеңе кімнің не болып жатқанын білмейді. Ол аэропортқа барғандағы ниет те сол. Себебі мынандай тема айтылған. Алаңға әкімшіліктен диалогқа халықпен ешкім шыққан жоқ. Аэропорттан жаңағыдай әскер келейін деп жатыр. Билік сол жерге барады. Әрине отыр оны күтіп алуға барады. Ресейдің әскерін, билік. Билікпен диалогқа шығару керек, қаладағы беспорядок тоқтату керек. Негізі қаладағы бүлікті тоқтатамыз деп жүрген адамдарды арнайы қамап жатыр. Мұратбек Есенғазы ағамыз алаңда тұрып қанша айтты. Соның сол шыққаннан ертеңіне дейін тоқтаусыз сөзі арандатушылардан сақтаныңдар, осы бірігіп тұрыңдар, ештеңені бүлдірмеңдер. Бір тәулік айтылған сөздің ішінен соны таппайды да, ол кісіні де барып ұйымдастырушы қылмақшы болды. бір айға. Ну, дедім. Не oldu? Сол себепті мен қаласты үйғанаққа емес, қаласты ақтап шығаруын талап едім. Сұрақ, бұл жерде адамды жазалау немесе осы не бойынша қылмыстық іске тарту шаралары бұл қоғамның қылмысты келесі ретте қайталанбай қылмыстық кодекстің жазылу себебі профилактика тұрғысынан жазылған, басқалар бұндай келеңсіздікке бармасын, бұндай қылмысқа бармасын деп. Қазіргі мынау қоғам белсенділерін қаңтарға кездейсоқ шығып кеткен адамдарды осылай қинап жатқандары бұл келесі қаңтарға алып келуге мұрындық емес пе? Бұл келесі қаңтарды жауып қоюға көмектесіп жатыр ма билікке? Әлде бұл келесі қаңтарға халық итеріп жатыр ма? Осыған жауап беріңіздерші. Мен өз пікірімді айтып кетейін. Ралиф бауырым оны білетін де шығарсыз. Өйткені мен жүрген жерімде қай жерде болсын, СТО болсын, қай жерде азаматтардың жиналып қалған орны болсын, футбол алаңы болсын, барлығынан осыдан негізімен қорқам. Негізі қорқам. Осы қайталанып кетпесе екен деп. Сол себепті әрқайсының пікірін сұраймын. Пікір жұрттың айтатын сөзінен шыққан нәрсе 90% азаматтардың айтатыны соған айдап алып келе жатыр ғой деген сөзді. Менің қорқатыным да сол. Әдейі итермелеп отыр ғой. Билік өзі соған алып келе жатыр ғой. Шаршадым көп. Біреулер жағдайының, материалдық жағдайының нашар болғанынан күйіп түседі. Жаңа кредиті бар, басқасы бар. Ал енді қазір намысшыл жігіттердің айтуы бауырымды өйтті, бауырымның киімін де бермеді. Енді қаңтар мәселесімен көп жүрдік қой, сол жерде бәрін айтатында ашу, ыза, әділетсіздікке деген. Менің қорқатыным да сол. Сол екінші қаңтарды қайталауға тағы да дәл сондай болуына. Өйткені бұдан кейінгісінде халық мынандай әділетсіздікті көргеннен кейін оларда аяушылық сезім бола қояды дегенге өз басым сенбеймін. Мен содан қорқамын. Мына сұраққа мен қосарым. Кешегі қаңтар қырғынында да өте күшті сұрақ. Бұл жерде қоғамның қалайша қаңтар оқиғасы кезінде алаңға шығып кеткені. Біреулер жаңағы арандатты десе оған сенбейтіндер жаңағы халық шықты дейді. Негізінде қаңтар оқиғасында халықтың наразылығын пайдаланған адамдар болды, қылмыстық топтар болды. Соған мүдделі өз қылмыстарын жасыруға тырысқан мемлекеттік деңгейдегі азаматтар да болды. Олардың арасында не болған әрине бізге әлі тергеу болмағандықтан беймәлім. Ал осы наразылық еш уақытта ол жайдан жай қалмайды. Халықтың көкірегінде азаттық үшін қаншама күрескен азаматтарымыз есінде. Кешегі 86 жылғы желтоқсан оқиғасы да есінде. Барлығының кешегі Жаңаөзендегі қырып салғаны да есінде. Халықтың ызасын адам жеткізіп айта алмайды. Ол адамның табиғаты. Сондықтан біз қоғам белсенділерінің де тырысып жүргеніміз кешегі қаңтар қырғыны қайталанбай мәдениетті түрде болуын ғана
соған ұйымдастырып, сол жерде мынау өзіміздің мемлекетімізге нұқсан, зиян келмесін, залал келмесін деген нәрселерді айтуда алда болғымыз келді. Бар айыбымыз осы. Ал сіздің айтып отырған жердегі 2 қаңтарға әкеліп соғуы мүмкін ма деген сұрақта әрине елдегі толқу, жоқшылық, сені қорғайды, әділетті шешіп береді деген мемлекеттік басқару органдарынан ондай жақсылықты көрмеген халық ашу ызамен барлығына баруы мүмкін. Оны бір Алла біледі. Егер жасалып кететін болса, халықтың осына ашық түсінгені дұрыс. Кешегі нұр жүйенің, қазіргі қас жүйенің ойлап отырған тірліктері, соны пайдаланып кету іс-әрекеті деп топшылауға толық мүмкіншілік бар. Өйткені біз халықаралық қоғамдастықта қазір жаңағы санкция салуы мүмкін, басқа деген нәрседе біздің мемлекет тек қана бізге керек. Басқа мемлекеттер саған жарылқамайды. Жарылқайтын болса, жарылқаушы ретінде өз мүддесіне ғана осыны пайдалануы мүмкін. Сондықтан қазақ қоғамының өте белсенді, шындыққа ұмтылатын сондай қоғам болғаны, өзіміздің мемлекетті өзіміз қорғауымыз, соны сақтап қалуымызға, әрекет жасауымызға атсалысуымыз керек. Ал бұндай қазіргі таңдағы басшылықпен ондай жаңа Қазақстан деген өтірікке халық қазір уже сенбейді. Мен бір ауыз сөзбен қорытып айтайын бұны. Қаңтардағы оқиғадан кейінгі қудалау, жазалау арқылы алдағы уақытта митингіге, наразылық шерулеріне жол бермейміз деген сандалбай саясат. Ал бұл саясаттың соңы сойқан болады. Мұны мен тоқтата алмаймын. 2011 жыл Жаңаөзенде халыққа бейбіт халыққа оқ атты. 16-17 адам қаза тапты. Қаншама адам жараланды. Қуғындалды, сотталды. Ол тоқтам болған жоқ қой. 2022 жылы қайтадан көтеріліс шығып отыр. Сол сияқты мынау қазіргі қудалау, әділетсіздік, қиянат жасау 2 қаңтарда туғызуы әбден мүмкін. Бола ма? Мынау қазір айтып отырған нәрселердің бәрі көріп отыр, қазақ халқы көріп отырды. Әділетсіздік, заңсыздық любой жерде. Мына қаңтардан кейін болып отқан нәрсе, мына халықтың басына түсіп отқан нәрсе. Бұл жаңағы анау сот системасы бар, мына күштік құрылымдар бар. Барлығының істеп жатқан тірлігі әділетсіздік, заңсыздық. Оларға бірінші орында тұрғаны мына жоғарыдан келген бұйрық, бұлар бәрі бұйрықтың құлдары. Біз бұны даже осы жерде айтып отырып жөндей аламыз, жөндей алмаймыз. Жалде біз осы қазақ халқы осы күйінде кете ме? Осыған біз бас иеміз, көнеміз осы бассыздыққа, әділетсіздік, заңсыздыққа. Мысалы, бұлардың істеп отырған тірліктер мен қазір байқап отырғаным. Бүкіл қазақ халқын бұлар көтеріліске өздері қолдап итермелеп отыр, шық деп. Дұрыс па? Ал халық соны түсінбей отыр. Мен білмеймін, мынау жоғарыда отырғандарды президент өз алдына кетті да, министрлер анархия жасап кетті бұл жерде, елде, халықта. Қайда қарсаңыз қазақтың басына түскен мынау қалы, мысалы, мүшкіл қал. Екібастұзды көріп отырсыздар, өрт, жарылыс бәрі. Соның бәрі не болып отыр? Соның бәрі биліктің өзі қолдан жасап отырған нәрсе деймін. Біреулерге бұл выгодно, халықтың көтерілу керек болып отыр. Ал соған не жағдай жасаймыз, не істейміз бұл? Қалай түсеміз бұл әділетсіздік, заңсыздықта? Бұл жерде мынандай нәрсе қазір. Бұрынғыдай емес. Қазір Екібастұзда тоңдық деп шығады. Бір совхозда малым қырылды деп шығады. Бұның барлығы нақты бір ақ сөзбен айтқанда билік халықты осындай жағдайға алып келгенін біледі, қазанның қайнағанын біледі, қақпақтың ұшатын уақыты келді, қақпақтың бір рет қақпағын ашып буын шығарып жіберем деген нәрсемен жасалынған әрекет деп есептеймін. Өз басым ол менің жеке пікірім. Бірақ олар бір нәрсені дұрыс түсінбеді. Қазіргі мынау жаламен қамау, жазалау арқылы халықты қорқытам деген үміті болды да, бірақ ол кері қарай әсер берді. Қазір халықты керісінше оятып алды ма дейді. Бірақ жалғыз санан емес, сонымен қатар халықтың ашу ызасын оятып алды. Қазіргі жағдайда тек барлығы керісінше жарылайын деп тұрған нәрсе. Ол билік қазір осы уақыттан шамалы ойланып, дұрыс бағытқа түспейтін болса, бұл қалай айтсам болады, бұл заңдылық болады халықтың көтерілуі.
Оны мен өз басым қаламаймын. Мемлекетімнің бірімен-бірі қирап, бірін-бірі тонаватқан шынымен қаламаймын. Өйткені біз халыққа белсенділер ие бола алмаймыз бұдан кейін. Өйткені оларға айтатын сөзіміз жоқ. Бұл билікті жақтап, тоқтаңдар, бұлар осындай. Ішінде азаматтар бар ғой, жақсылар да бар, сөз жоқ. Оны кешегі қаңтарда көрдім ғой аға деген кезде, мен оған жауап тауып бере алмайтынымды білемін. Сол себепті билік қазір ойлану керек. Ең бірінші, мына қаңтардағы, міне жыл болады. Қаңтардағы істің барлығын дұрыс тексерілуін қарап, бұларды босату керек, ешқандай террористердің болмағаны белгілі. Оны бүкіл әлемде, оны өзі де мойындады. Тоқаев соны сөзімен мойындады ғой. Енді соны халықтың алдынан шығып мойындап, кешірім сұрау керек. Бір сөзбен айтқанда мынандай отырған билік басындағылар. Әкем марқұм айтушы еді, абай етті демей-ақ қояйын, бәрі тыңдамайсыңдар. Бойыңда асыл қасиет болмаса, мойындауды үйрен балам дейтін әкем. Өйткені ол мойындау асыл қасиеттердің біреуі. Сол үшін бойларыңызда асыл қасиет жоқ екенін білеміз. Ең болмаса мойындауды үйреніңіздер. Сөйтіп мына азаматтарды босатуларыңызды талап етемін. Жалғас өткен әлеуметтік желілер арқылы тарады ғой, мессенджерлер арқылы. Си-18-де жатқан саяси репрессияға ұшырағанда бір-бірімізге айдап салды да құжаттар шығардыңыздар, Тоқаевтың атына хат жолдапты. Сол құжатты түсіндіріп өтіңізші. Қалай тарады, кім онда қол қойған? Қаншадан? Өткен аптада Қалас Нұрпейісов өзіне қол жұмсаған кезде біз жаңа осы халықтың қолдаушылардың арқасында, жаңа жоғарыда да айтып өттім, Рысбек аға екеуміз тергеу әрекетіне кірген кезде Рысбек ағаға Қалас Нұрпейісовтың өзі, яғни Си-18 мекемесінде қазіргі таңда 20 шақты азаматтардың өз-өздеріне қол жұмсап жатқандығы және де қазіргі тергеу әрекетінің заңсыз, әділетсіз жүріп жатқанына наразы болғандарын айтып, ол кісілердің көп кешікпей, келесі аптасында көп кешікпей қолымызға арызды берді. Яғни бұл жерде 18-20 шақты азамат өз-өздеріне қол жұмсаған себептері жаңағы олардың жазықсыз отырғанына қазіргі таңда міне қаңтардан бері есептесек 10-11 ай болды, бір азаматтар отырғанына, бір азаматтарға 8-9 ай болды. Осы 8-9 ай 10-11 ай ішінде ол кісілерге қатысты барлығына бір-біріне жаңа қарсы куәлік беруді көздеген тергеушілер және де сол осы негізсіздерге жаңағы бұл кісілер шыдамай өз-өздеріне қол жұмсаған. Және де ол кісілер бәрі бірігіп Қазақстан Республикасының президентіне, бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне және парламент депутаттарына барлығы бірге үндеу жолдады. Сол үндеуінің атына барлығы бірден қол қойып, яғни осы алдағы болып жатқан әділетсіз тергеу әрекеттерін тоқтатуды және де барлығын босатуды, алда болатын соттың әділ жүруін талап етіп, барлығы бірдей осы үндеу жолдады. Осы үндеуді біз айтқан болатынбыз. Және де айта кететін болсам, бұл жерде Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының жанынан құрылған жедел тергеу тобы болсын, немесе осы арнайы прокурорлар басқармасының жанынан құрылған тергеу тобы болсын, осы қаңтар оқиғасы бойынша азаматтарға қатысты ешбір өздерінде дәлелдеме болмағандықтан, дәлелдемелер жеткіліксіз болғандықтан, азаматтарды бір-біріне қарсы куәлік етіп, осы істерін ары қарай жалғастырып жатыр. Бұл жаппай заңсыздықтар деп білемін. Сондықтан да осындай заңсыздықтарға тап болған азаматтарды, немесе олардың қоғамдық қорғаушылары, қосымша қорғаушылары, немесе қорғаушылары, егер сіздердің де бастарыңыздан осындай жағдайлар өткен болса, онда жаңағы мысалы менің қорғауымдағы азаматтарға қатысты сіздердің қорғауларыңыздағы азаматтар қарсы куәлік берсе, немесе керісінше болған жағдай болса, онда сіздер де үндеу жасаңыздар, шығыңыздар дегім келеді. Және де бұл қазір осы
заңсыздықтарды тоқтатпаса, біздің осы қаңтар оқиғасына қатысты жаңағы тартылып отырған, айыпталып отырған азаматтар ол барлығы өзіміздің қандас қазақтарымыз. Сондықтан да бұл азаматтарымыздың барлығы сотталып кетуі мүмкін, бұндай жаңағы заңсыздықтар орын ала беретін болса. Сондықтан да қазірден тоқтату керек деп білемін. Сонымен қатар осы кешеден бері 2 күн болды. 31 телеканал және де Қазақстан телеканалының журналистері мазалап жатыр. Яғни ол кісілер осы қыркүйекте, яғни осы жақында ғана қараша айында қабылданған рақымшылық жасау туралы актісін заң негізінде қорғауымыздағы азаматтар бар ма, шықты ма, шыққан болса, немесе сол заңды қабылдайтын азаматтар сұхбат берсін деп мазалап жатыр. Алайда мен кешеде айтып өттім, қазірде осы тікелей эфирді пайдаланып айтқым келеді. Қазақстан Республикасының президенті сайлаудың алдында осы рақымшылық заңын қабылдады. Алайда сол заң сол кезде қабылданды, жаңағы халықтың талқылауына түсті деді. Алайда қазір бұл рақымшылық заңның қолданып жатқанын әлі күнге дейін өз басым естіген жоқпын, көрген жоқпын, және де бірде-бір менің қорғауымдағы азаматтардың біреуі де қабылдамайтынын айтқым келеді, және де қабылдағысы жоқ. Себебі және де осы заңның негізінде біреудің ісі қысқартылды, немесе біреуі жаңа жазасын өтеу мекемесінен шықты дегенді әлі күнге дейін естіген жоқпын. Бұл жай ғана сөз болып қала берді. Менің қорғауымда қаласының бесікте тура осындай үндеуді жолдапты. Бұл рақымшылық заңы қайда қалды? Рақымшылық заңын кім қолданып жатыр? Қайда? Барлық халыққа үміт сыйлап еді осы рақымшылық заңы. Алайда ол ешқандай ешкімге халық қолданған жоқ, деп жаңағы өз үндеуінде айтқан болатын. Осы жерде айтқым келеді, мен осы заң қабылданбай тұрып, заң жобасы кезінде айтқан едім бір баспасөз жиынында. Әлі де кеш емес деп ойлаймын. Қазақстан Республикасының президентіне бір үндеуін жолдағым келіп отыр. Алда енді қаңтар қырғынына бір жыл болады. Алда тәуелсіздігіміз келе жатыр, 16 желтоқсан. Осы тәуелсіздікке дейін, немесе осы қаңтар оқиғасынан бір жылдыққа дейін, осы қаңтар қырғынымен, қаңтар қырғынына жаңа қатысқан, немесе қаңтар қырғынымен осы қазір жазықсыз отырған барша қазақ азаматтарына бостандық беруді, және де оларға жаңағы ақыры рақымшылық жасаймын, бір реттік рақымшылық беремін деді барлығына. Онда сол рақымшылығын қолданса екен деді. Бүгінгі жиналысымыз біраз уақытты алған шығар. Қазір қорытындылауды Қарай Басылбек ағамызға берейік. Бүгінгі күннің тақырыбын қорытындылап, мен жабысақ. Құрметті қатысушылар, келген қонақтар, барлықтарыңызға рахмет. Жаңында Бекен мырзаның бір жақсы сұрағына кішкентай жауап болмай қалды. Біз не істейміз деген. Біз не істеймізді қоғам белсенділері қанымыздан мемлекетке біз қанымыз бұзық адамдар шығармыз. Негізінде біз қанымыз әділдікке, шындыққа тырмысатын азаматтарымыз. Сондықтан бұның тек қана жолы шындыққа қарай ұмтылу, қоғамның белсенділігін арттыру, ешкім қаңтар қырғынының қайталануын қаламайды, қылмыскерлерді әшкерелеу біздің басты мақсатымыз болу керек. Осыған байланысты жаңағы рақымшылық деп жатыр. Рақымшылықта да бұл мемлекеттік қызметкерлердің, полиция қызметкерлерінің, кешегі оқ атқан адамдардың абайсызда оқ атты басқа деп соларды ақтау үшін қабылдаған заңдары, өздерінің қылмыстарын жасыру үшін жасалған әрекеттері деп білуіміз керек. Ол сондай болып та жатыр. Өйткені мына қаралау, жала жабу, бұған басқа баға қойылмайды. Бұл мемлекеттік қызметкерлер тарапынан, президентіміз тарапынан жіберіп жатқан өз халқына деген қылмысы. Енді мына жағдайда тек қана ашықтықты Қазақстан халқының мынау бір жылдағы
келе жатыр қаңтар қырғынының осыған байланысты белсенділікті күшейтіп шындыққа ұмтылып кеше қанша қасірет алып келген қанша қыршындарымыз кетті, олардың жылдығы бар, басқасы бар, соны ұйымдастырып шындықты айтуды ұмытпауларын, одан кейін мемлекеттік қызметкерлердің де осы жағдайға алып келген жағдайларға себепші екендіктерін, олардың да ойлануын, олардың да ертең бұл қылмыстардың барлығы қазір интернет заманы барлығы жазулы, барлығы халықаралық басқа да ұйымдарға ол бейне таспалардың барлығы жазылып көшіріліп қойған. Сондықтан ертелі кеш әркім өз қылмысына жауап беретінін ескерулерін сұраймын. Ең соңында айтатыным, мынау Жанар Нұрпейісов қаласының жолдасы Жанар ханымға, оның отбасы мүшелеріне, жақын туған туыстарына сіздерге Алла тағала сабырлық берсін. Балаларыңыздың, ондай азаматтардың ел алдындағы халық батыры, халықтың қаһарманы болатыны сөзсіз. Алла шындық жағында шыншылдармен біргемін дейді. Сондықтан сіздерге тек қана сабырлық, ал жеңіс әрине халықта болады, Алла соған алып келеді. Жанарға жәрдем істей жіберейік, сыртына шығып жатыр олар, қиын жағдай. Қазір Каспийдан. Осыған байланысты жаңағы көрермендерге, басқаларға ең маңызды тақырыпты айтпақпыз. Елдегі болып жатқан онсыз да қымбатшылықтар, онсыз да келеңсіз жағдайлар, кешегі Екібастұздағы барлық болған апаттардың барлығына кінәлі осы елде өркениетті ел қатарына, 50 ел қатарына, 30 ел қатарына қосамыз деген Назарбаевтардың, Тоқаевтардың тікелей кінәлі екенін біле отырып, мынау қоғам белсенділеріне, оның ішінде қаласы Нұрпейісовке қаражаттай болсын, жылы сөздей болсын, өздеріңіздің мынау адами қасиеттеріңізді, қазақ екендеріңізді білдіріп, амнистия жариялау жөніндегі заңы да соны кері ұшпасын дейік. Аман сау болайық, жақсы күндер жариялау болайық. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бұл қазір болған мынау пресс-конференция. Қалас ұстаз, ол террорист емес деген тақырыппен өткен, қалас қорғау несі болған. Қазір бітті. Рахмет бәріңізге. Thank you.